Бүгінгі кешкі асымызға қазан кебап. Етімізді ұсақтап турап аламыз. Үстіне тұз, бұрышын салып араластырамыз. Қазанымызды газге қойып, қызғанын күтіп, үстіне біртіндеп картошкамызды саламыз. Картошкамыз біркелкі әдемі болып қуырылу керек. Асты жабысып қалмас үшін әлсін-әлсін араластырып тұрғанымыз жақсы. Картошкаларыңыз үлкен болатын болса, ортасынан бөліп салғандарыңыз дұрыс. Әдемі етіп, біркелкі етіп, қызартып, қуыртып аламыз. Түсі өте әдемі болып шығады. Міне біздің де картошкамыз қуырылды, қызарып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Қалған майымыздың үстіне етімізді салып, 15-20 минуттай қызарғанша қуырамыз. Міне біздің етіміз де қуырылды, бөлек ыдысқа салып аламыз. Артық қалған майымызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Етіміздің үстіне паприкасын саламыз. Мен алдында туралған кезде тұз, бұрышын салғанмын. Үстіне чесногын салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Картошкамыздың үстіне де тұзын, бұрышын, паприкамызды салып араластырамыз. Сіздерде қақпағы бар ыдыс болса, ұрғылау арқылы араластырып алсаңыздар болады. Сонда біркелкі араласады. Қазанымызды газге қойып, үстіне етін салып, біркелкі етіп, картошкамызды орналастырамыз. Замороженный перец салдым мен. Үстіне 500 граммдай су құямыз. Астын баяу отқа 2 сағаттайға қалдырамыз. Міне біздің қазан кебабымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар.